Түшші машинадан. Не болды? Болды аға, уайымдамаңыз. Өзім бәрін реттеймін. Қалайсың досым? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Үйдегілер қалай? Жақсы. Әкең қалай, жақсы ма? Жақсы. Досым, мен саған бір нәрсе айтайын деген едім да. Кәп, бір минут, важный звонок болып тұр. Ау жаным. Жұмыстамын ғой. Сол жұмыстан кейін кездесеміз ғой кешке. Все, жақсы. Сөйлесіп болдың ба? Біз саған 2-3 күннен бері Кәп, қоя тұршы, 5 минут. Ойын бітіріп алайыншы, қазір ұтылып қалам. 5 минуттан соң асықпай отырып сөйлесеміз. Қош сен. Не болды саған, жындан? Түшші машинадан. Не болды, қыздар құсап ренжіп? Сен көзіңді ашып айналаңа қараш. Ақшаны мыс-мыс тауып отқан шығарсың. Движенияларыңда болып отқан шығар. Бірақ сол ақшаны жанұяңа бір бөліп тұрсай, өзіңмен өзің қыз-қырғын карта ойнап жүрсің. Маған қара, өмір менікі, қалай сүрсем өзім білем, түсінің ба? Ана аяқ киім қанша тұрады? 100 000 теңге. Не болды? Ана аяқ киім қанша тұрады деп ойлайсың? Мынау не, мусордан тауып алдым ба? Мусордан тауып алған жоқ. Бұл сенің әкеңнің аяқ киімі. Сен ақша тапқан сайын өз-өзіңмен болып кеттің ғой. Туысқандарыңды қоя бер. Туған әкеңе көңіл бөлмей қойдың ғой. Мына аяқ киімді балам қолы тимей жатыр, жаматып әкеп берші, аяғымнан су өтіп жатыр деп әкең берген. Мына не үшін ұстап жүрген білесің ба? Саған көрсету үшін емес. Сен сол қыз-қырғыңмен қыдырып картаңды ойнап жүре бер. Мен аманатты жеткізейін.